сіздерге мына жерде жазылған сөздерді таратып беремін. Сіздер осы сөздердің ішінен сипаттау мәтініне қатысты сөздерді жоғарғы сыңайлықтың үстіне шаптаймыз. Ал сипаттау мәтініне мүлдем қатысы жоқ сөздерді мына сыңайлықтың қасына шаптаймыз. Кел біріншісіне, Ибрагим, келе ғой. Оқи ғой. Орынбасар. Орынбасар. Сипаттау мәтініне қатысты сөз бе, қатысты емес? Қатысты емес. Дұрыс айтасың. Бұл қатысты емес. Сипаттау мәтініне да қатысы жоқ. Шаптаймыз. Бақырайған. Бақырайған. Сұрақ қоямын. Дұрыс айтасың. Келin. Домалақ. Домалақ. Қатысы бар. Қатысы бар. Сөз өте жақсы дұрыс айтасың. Сипаттау мәтініне қатысты сөздерді оқып жіберейік қане? Домалақ. Домалақ. Бақырайған. Өткір. Өткір. Жылтыр. Жылтыр. Аққұба. Тәтті. Қандай? Бұл сипаттау мәтініне қатысты сөздер. Ал келесіздер. Тестерді оқып жүрейікші балалар. Орынбасар, өнеркәсіп, үңгір, тасбақа, шекара, көкжиек, сәукеле. Бұлар сипаттау мәтініне мүлдем қатысы жоқ сөздер. Сонымен балалар, сипаттау мәтіні дегеніміз не болды? Не болды сипаттау мәтіні дегеніміз? Сипаттау мәтіні дегеніміз ол бір нәрсені сипаттап айтады. Затты немесе құбылысты сипаттайтын мәтінді сипаттау мәтіні дейміз. өте жақсы. Сипаттау мәтіні дегеніміз не болды, Ибрагим? бір нәрсені немесе затты немесе құбылысты сипаттап айтатын мәтінді сипаттау мәтіні дейміз. Балалар, толық сөйлеп үйренеміз. Отыра ғой. Сипаттау мәтіні қандай сұраққа жауап береді? Қандай сұрақ қоямыз оған? Сипаттау мәтіні қандай сұрақ? Қандай деген сұраққа жауап береді? Қандай сұраққа жауап береді? Қандай деген сұраққа жауап береді?